Қайырлы күн, қымбатты пайдалы арна каналының көрермендері. Бүгін сіздермен әркімнің ас үйінен табылатын өнімдерден қарапайым қазақша палау жасаймыз. Еті мен күріші жеке пысқан майлы палауды ұнатпайтындар үшін таптырмайтын рецепт. Ең алдымен бір пиязды жартылай бөліп, ұзыншақ етіп турап аламыз, және де өсімдік майында қоңырқай түске енгенше жақсылап қуырамыз. Тағамның түрінің сарғыш әдемі болып шығуы осы пияздың қоңырқай болып қуыруына байланысты. Пиязымыз дайын болғанша етті үлкен бөліктерге бөліп турап дайындап аламыз. Пиязымыз дайын болғаннан кейін үстінен етімізді салып 5 минуттай жақсылап қуырамыз. Одан кейін үстінен тұз бұрышын қосып, қақпағын жауып, баяу отта етіміз дайын болғанша 30 минуттай бұқтырып пісіреміз. Межелі уақыт өткенше сәбізімізді жуып тазалап, ұзыншақтау етіп турап қоямыз. Етіміз өз демінде пісіп шықты. Енді сәбізді салып, үстінен суын құямыз. Суды артық құймаймыз, тек қана еттің бетін жауып тұратындай етіп құйып шығамыз. Және де дәміне қарай чеснок пен зира дәмдеу үшін қосып, тағы да 10 минуттай қайнатып аламыз. Тазаланған күрішімізді суымыз әппақ мөлдір болғанша 5-6 рет қайталап жуамыз. Күрішті тағамның бетінен салып, бір келке етіп жайып аламыз. Отты баяулатып, 20 минуттай пісіреміз. 20 минут өткеннен кейін ақырын тесіктер жасап, күрішіміз піскенше, суы тартылғанша баяу отта пісіретін боламыз. Осымен біздің қарапайым қазақша палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Назарларыңызға көп рахмет, достар.